Сабаққа толық қатысқалы отыр екен, өте жақсы. Тек қана бір Әзбек жарысқа кеткен үшін сабағымызда жоқ, 12 оқушы сабаққа қатысып отыр. Аралын бастаймыз, бір-бірімізге сенім білдіреміз. Қаны бастадық, бұл ойынды үнем ойнап тұрған үшін өте жақсы біледі. Бірден бастадық. Шахер, мен саған сенемін, өйткені сен әдемісің. Мен саған сенемін, сен ақыллысың. Мен саған сенемін, сен ақыллысың. Мен саған сенемін, сен ұқыптысың. Мен саған сенемін, сен білімдісің. Мен саған сенемін, себебі сен тапқырсың. Мен саған сенемін, себебі сен ұқыптысың. Мен саған сенемін, себебі сен әдемісің. Мен саған сенемін, себебі сен мейірімдісің. Мен саған сенемін, себебі сен өте ақыллысың. Мен саған сенемін, сен өте дарынды баласың. Ал енді бүгінгі сабағымызға бөлінбесі, топтағы 2 топқа бөлініп отыратынды білдік. Артынан білімді оқырман тобы мен көрермен көбірек кітап оқиды. Одан кейін көбірек газет, журнал, кітап оқитындарды оқырман дейміз. Ал енді теледидарды сүретір, демек оларды кім дейді екенбіз? Көрермен дейміз, өте жақсы. Енді болу, шыдамдылық таныту, достық қарым-қатынаста болу, бір-бірінің ойын сыйлау, басқа адамды тыңдай білу, барлығын бірге жасау. Демек осы бүгінгі сабағымыздың топтарға арналған шарттары екен. Сабағымызда әрбір топқа өзіңіздің ойыңызды белгілеп баратын, өзіңізді бағалап. Бүгінгі сабағымыз ең алдымен ой қозғау сұрағын қоймас бұрын мақсаты берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолданып отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау. Білім алдық та, кейінгісі бұқаралық ақпарат құралы дегенді қалай түсінесіз? Бұқаралық ақпарат құралы. Топтан кім жауап береді? Қан оқырман тобы, көрермен тобы. Ол бүкіл әлемде жария ететін ақпараттар. Оған мысалға газета, журналда, теледидарларда жатсақ болады. Мысалға кәдімгі өзіміздің күнделікті қолданатын телефонымызды кіргізсек болады. Айтып өтті, кейінгі сұраққа сіздер ойыңызды айтыңыздаршы, осы сұрақтарға кім айтады? Жоқ, әлде бүкілдей. Электрон жүйе көшіп кете ма деп сұрап Иә, оқымайды. Болашақта адамдар газет оқымайды. Телефон, басқа электроника жақсы болып кетеді. Соның үшін газета қалады. Оның орнына әлеуметтік желіде көп ақпарат алуға болады. Әлеуметтік желіден көп ақпарат алуға болады. Халық арасында жиілігімен және тұрақты атауымен ерекшеленетін ақпаратты таратудың барлық түрі мен тәсілі. Бұқаралық ақпарат құралы дегенімізге газет, журнал жатады. Енді интернет ресурстар жатады, бірақ бүкіл барлығы емес. Тек қана есептен өткендері бұқаралық ақпарат құралына жатады екен. Алғаш газет 1605 жылы қасиетті Рим империясында неміс тілінде шығыпты. Газеттің аты қарым-қатынас пен ұмытылмас тарих деп аталған. Баспагер Иоганн Каралус. Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатовты еңбегінің арқасында 265 саны жарық көрді. Бірақ 18 жыл ол тоқтатып қалынды, тоқтатылды, жабылды ол бүкіл. Арадан 88 жыл өтіп, 2006 жыл 22 наурызда қайтадан 266 саны жарық көрді. Газет келешекте қалмайды деп ойлайсыздар ма? Қалады әрине. Газет, журнал, ол біз оқимыз. Өзінің оқырманы болады. Әрбір газет, журналдың өзінің оқырманы болады. Түсінікті болды, иә? Мерзімді басылым, 202 телеарна, 88 радио арна, 1121 ақпараттық агенттік пен интернет басылым. Бұқаралық ақпарат құралда көбінесе қазақ немесе қай тілде жарыққа шығады олар? Сақтап қаламыз, түртіп отырамыз. Қазақ радиосы, Русское радио Қазақстан, Ретро, НС, Авторадио, Шалқар, Европа плюс Қазақстан деген радио арналар тіркелген екен, жұмыс істейді екен. Түсінікті болды, яғни сабағымыздың негізгі мақсаты туралы түсінікке ие боласыздар. Қан бейне жазбаны көреміз. Ең алғаш әлемде теледидарды ақшта шығара бастаған. Алғашқы телехабар Америкада 1927 жылы шыққан. Туындылар әлемнің түкпір-түкпірінде ойнап табылды.
қаныша бөлмелі болса, әр бөлмеде сонша теледидар бар. Қазақ телевизиясы өз жұмысын қашан бастаған екен? 1958 жыл 8 наурызда. Кейінгісі, теледидар қазақ даласына қай жылы келді? Кім? 1920 жылы келді. Кейінгі сұрағымыз. Теледидардың пайда болуына не себеп болды? Радио. Кім ойлап тапқан? Поповтың ойлап тапқан радиосы. Кейінгісі. Алғашқы телехабар қай елде қай жылы шықты? Жылымен? Қай елде? Кім айтады? 1927 жылы Америка құрама штаттарында. Кейінгісі. 33 жылы. 11-ші. сыныпта оқығанда. Оқып жүрген кезде Америка құрама штаттарында. Америка құрама штаттарында. Америка құрама штаттарында 27 жыл онда дұрыс айттық. Тақырып бойынша кестеге түсір. Сол сөздеріңізді кестеге түсіріп жазамыз. Бойынша бір-бірімізге жазғандарды тексереміз, оқушы. Мына немізге қараймыз. Сөздерден әңгіме құрастыру. Әр қайсы оқушы бір сөз ойлап тапсын. Осы сөзді екі оқушы, әр топтан бір оқушы тақтаға шығып жазады. Осы сөздерден әңгіме құрастырамыз. Осы әңгімемізде осы топтың оқушыларының есімі, мұғалімнің есімі қатысу міндетті. Әкем біздің апай Гүлмира апайға ұқсайтын Гүлмира апайда бар көлік алды. Кейінгісі. Сардар мектептен шыққанда көршіде қар жауып жатыр екен. Мірдиор Гүлмира апайдың қазақ тілі сабағына келмеді. Бану, Бехіл және басқа балалар толық болды. Сіздердің тобыңыз. Аптаның басы еді. Sevinç далаға шықты да, алақай қар жауып жатыр деді. Сол күні күшті ауа райда көшеде адам көп еді. Жарас телефонымен қарды видеоға алды. Мірзият, Шадияр, Бачынай теледидар туралы ақпараттар жинау үшін музейге барды. Ол ақпараттарды сынып жетекшіміз Гүлмира апай өте керемет деп мақтады. Сол үшін мына баскетбол доптарын сіздерге берем. Берілген мәтіннің ішінен мезгіл үстеулерді теріп жазамыз да, мезгіл үстеулерді. Ана баскетболның шетінің ішіне саламыз. Неге саламыз? Оқырман тобы бірінші бұл. Ал енді көрермен тобы да доптарын салды. Қараңыздар. Одан кейінгісі кеше деген сөзімізді екі рет жазып кетті. Ертең бұл кірмейді. Кеше, кешке, таңертең, бүгін. Бір сөзіміз жаңылыс кетіпті. Неге? Түсінікті болды. Бүгін біз сіздермен бұқаралық ақпарат құралы туралы түсінікке ие болдық. Мезгіл үстеуін қайталап алдық. Бүгін не түсінгеніміз туралы шолуын жазамыз. Ақпарат құралдары нелер жататынын түсініп алдық. Қазақ даласына 1920 жылы Қазақ даласына ең алғашқы теледидар келгенін біліп алдық.
сосын ол теледидарды Владимир Зарекин шығарған 1590 бұқаралық ақпарат тіркелген. Сосын ең алғашқы теледидар Поповтың радиосы арқылы жасалған. Біліп алдыңыздар. Өте жақсы. 1913 жылы 18 жылдары шыққан. Ал газетаның тоқтаған себептері 80 жыл тоқтады. 2006 жыл жаңадан басталды. Римда шыққан екен. Бұл суретте қазақ газетасын көрсе болады. Түсініп шықты бүгінгі сабақты, дұрыс па? Өте жақсы. Отырамыз. Бұл оқырман тобының газета туралы демек өте жақсы түсіндім. Әлі де іздену керек. Кейбір оқушыларымыз әлі де мезгіл үстен шамалы қиналып тұр екен. Енді сол бойынша кері байланыс береміз, соған қарай келген сабақтарда жалғастырамыз. Мірзият бүгін өз-өзіне 8 ұпай қойыпты. Шадия? Қанша? 9 ұпай. Чарас? 8 ұпай. Бәрчінай? 8. Мүслима? Шахрияр? Жүлдеге жетіп барсын. Енді кері байланысы береміз. Кері байланыс салыңыздар. Егер сабағымыз сіздерге түсінікті, өте қызықты өткен болса, сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа жақсылап дайындаламыз. Сау болыңыздар.